Ал құрметті достар, бүгін бір қызық жағдай болды. Кеңседе дәлізде келе жатсам, мына екі азамат менімен қазақша амандасып, кадр жөніндегі маманға қалай өтуге болады деп қазақ тілінде сұрады. Кейін түрлеріне қараймын да өзге ұлт өкілдері сияқты сіздің қай ұлтсыңдар деп сәлем алысып, амандасып жатырмыз ғой. Украиндықтар екен, бірақ осы Қазақстанда туған, елдің, жердің тілін құрметтейтін азаматтар екен. Ауылда өскен, өзіміз сияқты, барымыз сияқты. Есімдеріңізді айтып таныстырып өтсеңіздер? Виктор. Федор. Қазақша судайсыздар. Қазақ тіліне деген бұл не, құрметті әлде қажеттіліктен туған мәселе ме? Өзім сол үйрендім, қазақ сөйлесем, қазақ мектебін бітіріп, орысша мектепке барып, қазақша сөйлеп, кішкентай кезде солай ойнап жүріп, қазақшамен араласып, қазақ елдермен бірге жүріп. Әке-шешелеріңізге бүгін қазақша сөйлеген? Қазақша сөйлеген, иә. Сен де қазақ мектебін бітірдің бе? Иә, қазақша. Бір мектепті бітірдім. Қандай баға оқыдыңыздар? Орташа? Орташа, иә. Жалпы енді мына қазақ тілі туралы, қазақ ұлты туралы не айта аласыздар? Жалпы енді өздеріңіз осы жерде туып өстіңіздер. Қазақ халқы деген сіздер үшін кім? Бізге не бұл? Айтсам, сізге де жоқпын, да? Қазақта құрметтейміз сөзбен. Қандай қасиет үшін? Қонақжайлылық? Жоқ, ел үшін. Жалпы қонақжайлылығы несін айтты? Сыйластығы, достықтары бәрі. Дұрыс қой, мына ең маңыздысын айтып өтіңіздерші. Қазақ мемлекетінде тұрып жатқан азаматтар қазақ тілін білу керек қой, солай ма? білу керек. Үйрену керек, дұрыстап үйрену. Өз тілін вообще ұмытпау керек. Ал тілді игеру деген ондай қиын нәрсе емес пе? Жоқ, қиын емес. Тек ынта болу керек. Сөйлесу керек, жаңағы. Сөйлеп, үйреніп. Ақ жол партиясы туралы естідіңіздер ме? Естідік, иә. Мен ойлаймын, осындай сіздің қазақ тіліне деген құрметі бар азаматтарды бізде партияға алуға да дайынбыз. Егер өздеріңіз қаласаңыздар, ешқандай мәжбүрлік жоқ қой, бірақ дегенмен сол жаңағы маған қазақша сөйлеп, қазақша сұрап, қазақша бағдар мен сіздерге беріп жатқаныма қуанып қалып жатырмын. Себебі ол менің ұлтымды, менің тілін сыйлап жатсыздар. Демек, сыйластық деген, ұлтаралық ынтымақтастық деген, достық деген осы болса керек. Алдағы жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Ал енді өзіміздің қазақтарға айтатыным, көріңіздер, үйреніңіздер, біліп жүріңіздер. Себебі өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте дейді. Өзге тілді білгеніңмен абыройың көтерілмейді, өз тіліңді егер білмесең. Аман болайық. Ал енді сіздің жерлестеріңізге ата жұрттағы жеңіс тілеймін. Бәрі берекелі болсын. Рахмет. Қазақта құрметтейміз. Қазақ тілі кемнің тілі, анамның